Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Әлден Гаухар, міндетті түрде қазақ тіліндегі YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Сіздермен пайдалы парақшамен, пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін дәмі өте ерекше, бомба, бір жасағаннан кейін қайта жасап жей бергілеріңіз келетін сүзбелі торт дайындаймыз, яғни творожный торт деп аталады. Сондықтан бірге жасап көрейік. Дәмі енді өте ерекше, жасап көріңіздер. Бізге керек бөлме температурасындағы творог, яғни сүзбе, және бөлме температурасындағы қаймақ 15-20% қосамыз. Оның үстіне 200 грамм қант қосамыз. Қаймақтан 600 грамм қосасыздар, творогтан 350 грамм қосасыздар. Сөйтіп қосқаннан кейін осылай миксердің көмегімен, я болмаса блендермен жақсылап тұрып, осылай араластырып, бір келкі масса болғанша дайындап аламыз. Бөлек ыдысқа желатин және бөлме температурасындағы 110 граммдай суымызды құямыз. Желатин 40 грамм болу керек. Осылай араластырамыз. Егер мынау тез бірігіп қалса, онда астына ыстық су құйып, бөлек ыдысқа бумен ертіп алсаңыздар болады, я болмаса блендер, микроволновкамен ертіп алсаңыздар болады. Осыны салмамызға саламыз, және алдын ала туралған мандарин, киви, жүзім, үйде қандай жемістер бар, соны қолдансаңыздар болады. Жидектерден де қолдансаңыздар болады. Осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Одан соң формаға құямыз. Форма менде 20 сантиметрлік форма. Осылай құйып, бір келкі қып, бетін тегістеп, былай сілкілейсіздер, чтобы арасында ауа ешнәрсе қалып қоймау үшін. Одан кейін бетіне өткіштен өткізілген ақ шоколадтан себесіздер. Әдемі дәм береді, сонымен қоса әдемі түрі береді. Осылай сеуіп аламыз, тегістеп, барлық жеріне жағып тегістеп аламыз. Мен әр жерде Альпенгольдтың ақ шоколадын қолдандым. Одан кейін тура осы күйінде 7-8 сағатқа холодильникке қатыруға жібереміз. Мына менде уже холодильниктен шықты, 8 сағаттай тұрды. Мінекей, 10 ай алынады. Осылай аласыздар. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай. Одан соң кесіп ұсына бересіздер. Енді дәмі деген өте керемет, жақсы болып шығады. Желатин харам деп ойласаңыздар, Валберстен заказ берсеңіздер болады. Желатиннің халал түрі бар екен, соны қосып істесеңіздер болады. Ас болсын, сіздермен бірге болған фуд-блогер мен Әлден Гаухар. Міндетті түрде парақшама, YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Instagram парақшам alden.gauhar.91.91 десеңіздер, менің Instagram парақшама да тіркеліп аласыздар. Келесі кездескенше аман есендікте болайық. Рецепттер алдағы уақытта шығарып отырамын. Сау саламатта болыңыздар.